Гамаржоба бауырлар, біз Руставидегі Автопапа базарындамыз. Енді Грузияда көліктер қанша тұратынын білетін боласыздар. Кеттік, базар назар эфирде. $800 бағасы. Грузия ТМД мемлекеттері арасында жемқорлықтың тамырына балта шапқан жалғыз мемлекет. Бұл елдің экономикалық қиындықтарға қарамастан даму перспективасы жақсы. Мемлекетте 3.700.000 халық тұрады. Қара теңіз әлем елдерімен сауда-саттық жүргізуге тамаша мүмкіндік беріп отыр. Грузияның оңтүстік көршілері Армения мен Түркия, шығысында Әзербайжан, ал солтүстігінде Алпауыт Ресей. 2003 жылы билікке реформатор келді. Михаил Саакашвили 10 жылда мемлекеттің даму векторын айқындап берді. Бұл жақта біздегідей бәлездеген тәртіп сақшылар жоқ, әркім өз қызметін адал атқарады. Мұқият тыңдаңыздар, Грузияда көлікті рәсімдеу 20 минут қана уақыт алады. Европадан келетін машиналарға көбірек қызығушылық бар. Өйткені олардың арасында соғылмаған сервистік кітапшасы бар. Ешқандай проблемасы ақау жоқ машиналарда табылады, бірақ олар сирек кездеседі. Жігіттер, арзанырақ қатардан бастайық. Грузиндер бұл жақта қатарларды салон деп атайды. Бұндай салондардың саны 14 базарда. Менің сол жағымда 2001 жылғы Opel Zafira автомат, бағасы $3.000. Тура жанында Opel Astra тұр, оның бағасы 2200. Айта кетейін, жергілікті сатушылар бұл машиналарды Европадан алады, арзанырақ бағаға. Теңгемен шаққанда 500-550 мың теңгеге. Кейін армяндарға сәл қымбатырақ сатады. Өйткені енді машинаға біраз ақша салады ғой, жөндейді, өңдейді, сыртын бояйды. Mercedes C-класс бұл жақта арзан көліктердің санатында. Менің оң жақ қапталымда 1.8 қозғалтқыш көлемі бар Мерседестер 98 жылғы бәрі де механикамен таңғалдым. Қараңыздар, мотордың жағдайы қандай әдемі, тап-таза. Енді сауданың алдында әрине иелері дайындаған машинаны. Мынау сирек кездесетін мотор 2.4, машина 97 жылғы автомат, бағасы $3200. Астраның сәл жаңалауы универсал шанағымен 2008 жылғы бағасы $3000. Маған ұнайтыны Грузияда саудаласуға болады. 3000 деп жазып қойды ма, 2,5-ға да сындыруға болады. Сосын Грузияда көлікті тексеріп алыңыздар. Егер алатын болсаңыз, егер машина транзитті номермен тұрса, базардың аумағынан шығып, басқа СТО-ға барып тексере аласыз. Ешқандай проблема жоқ ол жағынан. Мына көк түсті Зафираны иесі әбден дайындапты базарға. 2004 жылғы механикамен, бағасы $3200. Америкалық Golf GTI, қозғалтқыш көлемі 2 литр, турбо, бағасы $6700, иесі 6,5-ға да беріп қалуы мүмкін дейді. Өте тамаша машина. Таяуда моторын толықтай ауыстырдық дейді. Бәрі қалпына келтірілген. Жақсы көлік. Қараңыздар, қандай әдемі. Европадан әкелінген 460 LS Грузияда $11500. Теңгеге шаққанда бұл 4,5 миллион теңге. Қазақстанда 4,5 миллионға ес-түссіз көлікті табу қиын. Жапондық бизнес-класстың ішінде отырудың өзі бір ғанибет қой шіркін. Былғары салон, электроқондырғылардың бәрі істеп тұр. Ескі болса да керемет көлік. Шіркін дейсің. Грузияда гибридті көліктер өте көп. Неге екен білесіздер ме? Бұл жақта бензиннің 1 литрі 350 теңге. Бұл әрине өте қымбат. Қазақстанда 160 теңге ба. Гибридті Prius C Toyotасы бағасы 3 миллион теңге. 2012 жылғы мұнау 100 шақырымға шамамен 4,5-5 литр бензин тұтынады. Lexus CT 200 гибрид. Грузияда бұндай машиналар өте көп, ал Қазақстанда жоқ деп айтуға болады. 2012 жылғы қозғалтқыш көлемі 1.8, бағасы $7800. Түкті емес. Nissan Leaf әрқайсысы 3 миллион теңгеден. Көк түсті, қызыл түсті, ақ түсті, қайсысын қалайсыздар? Өздеріңіз білесіз. Дөңгелектері жарылып қалған ба, әлде көп тұрғаннан жел шығып кеткен бе түсініксіз. Сыртыда кірғожалақ. Бұндай машиналар Автопапада өте көп. Әттең, Қазақстанда бұндай машиналардың жоқтығы қынжылтады.
Таяуда қатаң заң қабылданып, шетелдік нөмірі бар көліктерді тіркеу басталады деген қауесетті естідіңіздер ғой, иә? Өткенде біреу пікір қалдырды. Ол жеке, жарты жыл болса да, бір жыл болса да Жапонның жақсы көлігі мінгім келеді, шаршадым, ештеңеге қарамай Ереванға кетем деді. Көрдіңіздер ғой, қандай қиын жағдайда екенімізді. Кедендік одақтың шарттары автомобилистердің мойнындағы қамыт сияқты болды ғой, кішкене тартып жіберсе үзілейін деп тұр кейін. Сендер айта алмайтын болсаңдар, онда мен айтайын. Беті біл кетпей өтірікті жаман айтады. Жаман айтпай, жақсы жоқ, жағдайы барлардың қарны тоқ. Ақша қолдың кірі, адамдардың бар неше түрі. Жаман әдетке әуес болма, адамдар жасайды бәрін қолдан. Таймаңдар тек тура жолдан, ештеңе өзгермесе де бұдан. Автопапаның аумағы 2,5 мың шаршы шақырым. Бай мен кедей осы жақта өзінің қалтасына сай көлікті таба алады. Бірақ көбісі шетелден соғылған күйінде келіп, қалпына келтіріледі. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша автопапада шілде айында 3366 көлік сатылған. BMW не мағына білдіретінін бәріміз білеміз ғой, Бавариш Моторверке. Ал Kia ше, білмейсіздер ме? Азиядан импортталатын көлік деген сөз. Мынау бізде Turbo GDI S нұсқасы, қозғалтқыш көлемі 2 литр, бағасы $9200. Қазақтар, алдарыңда Camry'дің XV50 шанағы, америкалық 55, ешқандай да 60 емес бұл. Гибрид, қозғалтқыш көлемі 2D4, 2016 жылғы, бағасы небәрі 4,600,000 теңге. Грузияда осындай бағалар. Бізде мына көлік 8 миллион, 9 миллион тұрушы еді, Алматыда сатылса. Тағы бір Camry 2,5 литрлік америкалық нұсқасы, бағасы 3,600,000 теңге. Жаңаған айттым ғой, көптеген машиналар бұл жаққа соғылған болып келеді. Қараңыздар, міне аралық жігі келмей тұр, және алдыңғы бампер боялғанын мен сезіп тұрмын. Кейбір машиналар тіпті waterflow, ол деген не? Машиналар суға батып кеткен, неше түрлі жағдайларға түскен, апаттық жағдайларға. Міне ондай машиналарды Грузияда жақсылап тұрып жөндейді, қазақтарға, қырғыздарға, украиндерге, армяндарға сатып жібереді. Бұл жердегі машиналардың бәрі керемет емес, достар. Мынау Toyota Camry XV40 2008 жылғы гибрид, бағасы 2,150,000 теңге. Машина соғылғаны және мына жақта нашар жөнделгені көрініп тұр. Қараңдар, бәрі жұлынып жатыр. Үстіне қоя сапты жай ғана. Сосын бамперді қараңыздар, жұлынайын деп тұр. Ішінде арасы жатыр, шамның ішінде. Жалпы мына машина нашар жөнделгені көрініп ақ тұр. Осындайда машиналар кездеседі базарда. Егер шынымен мынандай машинаны қаласаңыз, иесі жақсылап тұрып сүріп беруі мүмкін, жеңілдік жасайды. Жалпы машинаның бұрынғы тарихын Carfax деген сайттан шығарып суырып алуға болады. Бұрынғы иесі оны қалай айдаған, жөндеген бе, әлде көлік оқиғасына түскен бе, бәрін білуге болады. Ол ақылы, Carfax деген сайт бар, қолданыңыздар. Қыркүйек қазан сол бір ай Қазақстан азаматтары үшін Грузияда рәсімдеуден өтпеген көлікті Арменияға апарып, өз атына аударып, Қазақстанда айдап жүрудің соңғы мүмкіндігі. Өйткені 1 қаңтардан бастап Арменияда көлікті рәсімдеу тәртібі өзгереді, және 1 айдан кейін күн бұзылған кезде мына таулы аймақтарда машинамен жүру қиындайды. Көктайғақ және басқа да кедергілер. Оның да құйтырқы тұстары бар. Грузиядан Арменияға көлікті Армения азаматы жүргізіп апару керек, өйткені Қазақстан азаматын кеденде полицейлер өткізбейді. Ереванда 8 мың, 9 мың сұрап тұрған Альфардтар Грузияда 7,5 мың, 7 мың доллар тұрады. Мынау 3 литрлі Альфард 2004 жылғы оң рөлді солға ауыстырған, халық ішіндегі лақабаты трансвестит. Мына көліктердің барлығы сондай. Мынау 2,4 литрлі Альфард 7 мың доллар сұрап тұр. Егер саудалассаңыз 6,5-ға да беріп қалуы мүмкін. Жынысын ауыстырған көліктердің панелі Дубайда жасалады. Арнайы цехта андай панельдер құйылады. Бірақ бәрібір зауыттан шыққандай болмайды ғой бұл көлік. Егер сіз кедендік одақтың барлық шарттарына мойынсұнып алғашқы алымды утилизация үшін ақшаны баж салығын төлесеңіз де, Қазақстанда мына машинамен
сол рөлмен жолға шыға алмайсыз, өйткені сертификат алу керек біз жақта. Мынау 3 литрлі Honda Illusion $6500 тұрады. Айтпақшы, Ереванда қазір бұлардың 7,5 мың сұрап тұр. Қымбатта кетті о жақта көліктер. Мынау 2 литрлі толық жетекті Honda, моделінің аты Spada, өте жақсы машина. Бұл енді рөлін ауыстырмаған, трансвестит емес, жынысы бұрынғыша қалған оң рөлді. Міне, өте жақсы машина. Комфорты деген керемет. Айтпақшы, бұларға операцияны осы жақта жасайды. Жынысын ауыстырған кезде кейбір детальдарын алып тастайды да, жаңасын салады. Сол үшін де Альфардтардың көбісінде панельдері өзінікі емес. Honda Step Wagon Spadaның артқы есігі автомат түрде ашылады. Қараңыздар, тартып қалдық. Мархабат, кіре бер деп тұр. Арт жақта орын жетеді. Нағыз отбасылық көлік. Мынандай машинамен ауыл аймаққа қыдырып келсең жазда, қандай керемет болушы еді. Колеса KZ мобильді қосымшасы жақсы болды, бізге машина үшін Грузияға барудың қажеті жоқ. Барлық жарнамалар бір телефонда. Жүктеп қолданыңыздар. 2018 жылғы 70 арт жағынан соқ қалған дейді. Мына жерін бояған, қалған жерден ешқандай ақау жоқ дейді. 2,5 литрлі, бағасы 7,600,000 теңге, достар. 7,600,000 теңге. Зауыттан шыққалы бері 19,000 миль жүрді. Шамамен 30,000 шақырым. Сырт келбеті әдемі әрине. Өте жақсы түс. Міне қазақтардың арманы осы. Камридің мынандай гибрид түрін көріп педіңіздер? Бағасы $25,000, мынау 100 шақырымға шамамен 6 литр ғана сұйық отын тұтынады. Қазақтар негізі Lada Vestaмен емес, мынандай 2017 жылға Avalon мініп жүру керек еді. Бағасы бұның 4,5 миллион теңге. Кедендік одақтың мүшесі атанған Армения мен Қырғызстанда қазір льготалы кезең. Олар мынандай керемет машиналарды өз елінде тіркей алады. Ал бізде ондай мүмкіндік жоқ, өкінішке қарай. Avalondардың 2,5 литрлі гибридтер болады. Мынау Limited Edition 3,5 литрлі. Бензиндердің бәрі негізі 3,5 литрлі болып келеді. 5-ші сериялы BMW F10. Бағасы 5,600,000 теңге 2013 жылғы. М пакетімен және Акрапович мұржалармен қараңыздар. Ал жанында Hyundai Elantra. Бағасы $7,500. Бұл 1,8 литрлі мотормен 2014 жылғы. Айтпақшы, бұл жақта америкалық Элантралар бар. Гибрид нұсқаларда қол жетімді. Мынаның түсі әдемі екен, және тонировкамен көлік өтті әдемі көрінеді. Қазақстандағы ауыл аймақтардың әкімдері мынандай 470-ші GX армандайды. Бағасы 4,700,000 теңге. Ал Өзбекстанда біраз жетістікке жеткен кісі мынандай Малибуды алады транзит нөмірімен. Бұның бағасы 3,500,000 теңге. Өтті жақсы машина. Достар, Тбилисиден 380 шақырым жерде 41,000 халқы бар Поти қаласы орналасқан. Әйгілі тауар портын өз көзімізбен көру үшін мына машинаны жалға алдық. Кеттік терминалды тамашалап қайтайық. Imeretisni javo, tve bilo rogorac magavu. Rogor gazlo samacisneš, kulamavu si havaru. Rogor gazlo sneta, Поти Европа мен Азияның дәлізі. 2008 жылы Поти порты еркін экономикалық аймаққа айналды. Қазақстан, Қырғызстан, Украина, Әзірбайжан, Армения азаматтары сатып алып жатқан көліктер ең алдымен осы жерге жетеді. Мынау
Customs Zone, яғни көліктердің кедендік тазартуы дәл осы жерде өтеді. Жігіттер, мына жерде свежий көліктердің иісі аңқып тұр, мұндайды көптен бері сезбедім. Әй, кеттік көрейікші не бар екен. Терминалдың іші тап-таза, айқай шу жоқ, кондиционер жұмыс істеп тұр. 30-дан астам терезе азаматтарға қызмет көрсетіп жатыр. Ақылыңнан айналайын, Михаил Саакашвилидің орнатып кеткен тәртібі арқасында шетелден келген көліктің құжаттарын рәсімдеу процесі ары кетсе 20 минут уақытты алады. Грузияда сатылып жатқан көліктердің 90% осындай күйінде жеткізіледі. Тбилисиден Батумиге барар жолда соғылған көліктер тиелген автовоздарды көрдім, ал Кутаиси қаласы маңында машиналарды жасайтын СТО-лар қаз-қатар тізіліп тұр. Оған да көз жеткіздік. Қазақстан Республикасына Грузиядан көлікті әкеліп тіркеу қанша тұратынын айтып берейін кеш батпай тұрғанда. 2012 жылғы 2,5 литрлі Toyota Camry'ді ақштан $8,000 сатып алдық деп есептейік. Оның экологиялық классы талапқа сай. Алғашқы алымның бағасы 20,000 теңге. Жасы 7-ден асқан Camry'ді елге алып келгенде инвойстан 19% ақша төлеу керек. Утилизациялық алыммен алғашқы тіркеудің құны 500 айлық есептік көрсеткіштен. Артынша 12% НДС төлейсіз. Көлік құралының қауіпсіздігі туралы куәлік алып, эвак батырмасын орнатқан соң жолға шығуға болады. Сонымен 2,5 литрлі Camry'ді Қазақстанға әкеліп тіркеудің өзі 4 миллион теңгеден асады. Қымбаты, одан да 2 сиыр алып баққан артық сияқты. Қазақтар қайда жүрсе де бір құйтырқы әрекетке барып схемаларды ойластырып жүреді. Мынандай шығыпты. Қазір отандастарымыз көлікті сатып алады да иесімен бірге Қазақстанға жетіп алады. Яғни мемлекеттің территориясына кірген соң сенім хат алып, иесін елге қайтарып жібереді де машинаны қалдырады. Сөйтіп 1-2 жыл айдап қызығын көреді. Баяғыда қырғызстандық машиналармен қандай болып еді? Олардың иелерін Қазақстанға шақыртып, қырғызстандық нөмірі бар көліктерді айыппұл алаңына шығарып тастап, біраз қинап еді ғой, әбігерге салып. Тура сондай болуы мүмкін. Бірақ Атыраудың тең жартысы қазір грузиялық номерлармен жүр дейді. Енді Алматыға да 1-2 машинаны алып кеткен жігіттер бар менің көзімше. Сондықтан енді көреміз бұл қаншалықты өміршең болатынын. Бүгінге базар назар осындай. Келесі шығарылым қай жақта түсірілетінін сіздер шешесіздер. Пікір жазып, арнамызға жазылыңыздар. Келесіде көріскенше аман сау болайық.